Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мамықтай жұмсақ, ауызда еритін ең керемет рецепт пирожкиді пісіріп көрсетпекшімін. Каналымнан алыстамай видеомды соңына дейін қараңыздар. Енді бізге керегі жылы сүт. Жылы сүтімізге аздап тұзымызды саламыз, ашытқымызды саламыз, жылы суымызды құйып, бір араластырып жіберіп, 10 минутқа қойып қоямыз. Он минут тұрды, ашытқымыз жұмыс жасады. Көріп тұрғандарыңыздай беті әдемі көпіршік пайда болды. Енді 2 ас қасық қант салып, қамырын илеп аламыз. Мына жерде менде бөлме температурасында тұрған сары май, немесе сіздер орнына сұйық май қоссаңыздар да болады. Енді жақсылап бір араластырып, ұнымызды салып, қамыр илеп аламыз. Бізде де қамырын өте жұмсақ етіп илейміз, кәдімгі қолға жабысатындай қамыр етіп илейміз. Мен қанша керек екендігін төмендегі описаниеге жазып қалдырамын, сол жерден қарай аласыздар. Міне қыздар, көріп тұрғандарыңыздай қолға жабысатын қамыр иледі. Енді осының үстіне ұн емес, орнына сұйық май қосып, қолымызға сұйық май қойып, осылай қамырын илеп аламыз. Міне қыздар, қамырымыз көріп тұрғандарыңыздар дайын, әдемі болып иленді. Енді бетін жауып, көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Мен алдын ала картоптарымызды қайнатып қойдым, осы қамырын илемес бұрын. Енді осыған қуырылған пиязымызды қосып, үстіне дәмдеуіштер салып араластырамыз. Картошкамыз бізде жақсы пісуі керек, осындай езілетіндей етіп, ішінде ешқандай да түйір қалмау керек, бүкілін осылай езіп шығамыз. Картоптарымыз дайын, жақсылап езіп алдық. Енді қамырына кірісейік. Қамырымыз дайын, міне көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып көтерілді. Енді жайлап бастаймыз. Енді қамырын астына ешқандай да ұн емес, орнына май қолданамыз. Енді қамырымызды алып бөлшектерге бөлеміз. Менде әр осы қамырым 55 граммнан шықты. Енді бөлінген қамырларымызды домалақ етіп жасап аламыз.
Достар, менің каналыма тіркеліп лайк, комментарий қалдырыңыздар. Сіздердің лайк, комментарий қалдырғандарыңыз мен үшін өте маңызды. Сондықтан жақындарыңызбен бөліссеңіздер. Қамырларымыз дайын. Енді үстін міндетті түрде жауып қойыңыздар. Енді біреуін алып қолымызбен жайып бастаймыз. Ешқандай да оқтау емес, осындай қолымыздың көмегімен жаямыз. Өте үлкейтіп жібермеңіздер, кішкентай көлем келтірсеңіздер болады. Енді ішіндегі салмасын біраз қасықтан салып, әдемі етіп түйеміз. Жақсылап қысыңқыраймыз қамырларымыздың бір-біріне, себебі қазір қуырған кезінде ішіндегі салмасы шығып кетуі мүмкін. Сондықтан осылай жақсылап түйіп, осы түйген жағын төменге қаратып қойыңыздар. Енді пирожкилерімізді түйіп болдық. Енді алдын ала майымызды қыздырып қойыңыздар. Өте қатты қыздырып жібермейміз. Бірінші біреуін алып салып көреміз. Себебі майымыз қатты қызып кетсе, ішіндегі қамырымыз піспей қалуы мүмкін. Беті қызарып, іші піспей қалуы мүмкін. Мына жерде менде майымды алдын ала құйып қызартып көрдім. Бірінші пияздың азғантай бөлігін салып, енді біртіндеп пирожкилерімізді пісіреміз. Міне бірден пісіп кетпейді, осылай екі жағын бірдей етіп алмастырып тұрасыздар.
майдың қызып кетуін қадағалаңыздар жақсылап, себебі астын төмендетіп жайлап пісіре бересіздер осылай. Сізге де дәл осылай пісіріп көруге кеңес беремін. Өте керемет болып шығады. Енді мен әр жұмада осылай балдарыма пісіріп беремін. Маған өте қатты ұнады осы рецепт. Мен алдыңғы пісірген кездерімде пирожкилеріме бірдеңе жетіспейтін, ондай әдем болып шықпайтын. Енді дәл осы рецептпен пісіремін боламын. Мен мына жерде майымның астының өте төмендетіп қойғанмын, қадағалап отырамын. Ар пісірген кезімде осылай тұрыңқырап пісіретін боламыз. Пирожкилеріміз дайын, өте керемет болып шықты. Мамықтай жұмсақ. Сіздерге де осы рецептпен пісіріп көруге кеңес беремін. 100% әдем болып шығады. Сондықтан осы рецептпен пісіріңіздер. Келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар. Менен керемет рецепттер күтіңіздер.